әуе шары тобы. Енді балалар, сіздер осы таңдаған тапсырмаларыңыз арқылы сіздер артындағы сөздерді құрастырып, өздеріңіз топтарыңыз жайында бір мәлімет оқи қойыңыздаршы. Кәне, топтармен құрастыра қояйық. Өзіміздің тобымыз жайында мәлімет оқи қояйық. Ал жақсы, Архимед тобы құрастырдық па? Оқи ғой. Архимед атақты грек математигі, физигі, астрономы. Тамаша. Яғни Архимед біздің атақты грек математигі және физигі, астроном екен. Келесі оқи қойыңыздар. Архимед қуанғаны Эврика деп айқай салды. Ал жақсы, Архимед қуанғаны Эврика деп айқай салды. Ал сол Эврика сөзінің мағынасы қандай еді? Таптым. Таптым деген мағына екен. Тамаша. Келесі Айша оқи ғой. Әуе шары ең алғашқы ұшу аппараты. Иә, бала. Стакандағы суға көлемді заттарды түсірсең не болады? Иә, стакандағы суға көлемді заттарды түсірсең не болады? Ал жақсы, мына жерде сен өзің тәжірибеңе қажетті құралдар бар ма? Аха, өзіңе алға. Бүгін біз ауаның бар екенін дәлелдейміз. Мына қағазды желпу арқылы мен өзіме ауаның соққанын сезіндім. Бүгін бізге қажет құралы жабдық түтікше мен құтыс ыдыс су. Біз түтікшені қолымызға үрлейтін болса, біздің қолымыз ауаны сезеді. Үрлеп көріңіздер қолдарыңызға. Біз дайындық Қолдарыңыз ауаны сезіп па? Иә. Енді тағы? Енді тәжірибені бастайық. Бірінші ыдысымызға су құямыз. Иә. Енді түтікшені ауаны істеп көпіршіктерді байқаймыз. Яғни ауа суда жеңіл болғандықтан судың бетіне көтеріледі. Көпіршіктер көтеріледі. Жақсы. Екінші тәжірибелеріңіз? Біз бұл суға құмды салсақ, құмның ішінде ауа бар екенін білеміз. Оны қалай біліп тұрсың? Біз ішіне құм салсақ, жан жақтарынан көпіршіктер шыға бастайды. Ол көпіршіктеріміз не? Ол көпіршіктеріміз біздің құмда да ауа бар екені. Құмда да ауа бар екені белгілі екен. Ал жақсы, Нармина сен? Мен судың үстіне секер салдым. Секерде де ауа бар екен арасында? Иә. Жақсы. Енді келесі тәжірибемізді қарап көрейік, Бағдәулет. Біздің келесі тәжірибені қарайтын болсақ, бізге су толтырылған ыдыс және де қағаз бен бос стакан керек болады. Бізге ең бірінші бос ыдысқа қағазды умаждап салу керек болады. Кәне салайық. Кәне саламыз. Тағы да қағазды умаждап салыңыздар. Ыдысқа умаждап салу керек болады. Жақсы. Яғни біздің қағазымыз жерге түсу керек па? Түспеу керек. Ал енді бұны не істейміз ары қарай? Суға. Енді бұл қағаз салынған ыдысты суға батырып көреміз. Кәне батырып көрейік. Қараңыздаршы, не байқадым? Қағаз құрғақ. Қағазымыз қандай? Құрғақ. Қағазымыз құрғақ. Ал бұдан қандай қорытынды жасауға болады? Неге біздің қағазымыз құрғақ? Өйткені біздің қағазды стаканға салғанда оның ішінде де ауа болады. Яғни
біздің қолымыздағы стаканның ішінде де не итеріп тұр? Ауаны кері итеруші күші әсер етіп тұр, иә? Жақсы, отыра алыңыздар. Ал, кәне бастайық. Бастайық. Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, біз өмірде егер шарға гелий газын толтыратын болсақ, онда гелий газы ауаға ұшады. Ал екінші шарлар қандай еді? Екінші шар ол үрілген шар. Ал кәне бір шарды үре қойып. Үрілген шардың ішінде ауа тығыз. Сондықтан ол жерге қайта-қайта құлай береді. Жақсы. Кәне үріп қойып. Ал жақсы. Бұл шар не істейді? Бұл шар жерге қарай қайта-қайта құлай береді. Неге? Себебі неге? Гелий шар ұшып тұр, ал мына шар неге деп жатыр? Өйткені оның ішінде ауа тығыз болады. Иә, себебі ауызбен үргендіктен ауа тығыз болады. Осы шарлар арқылы біз тәжірибемізді бастаймыз. Бізге керек заттар ол ас содасы, сірке суы, шар және бөтелке. Біз шарға ас содасын саламыз. Бөтелкеге және де бөтелкеге сірке суын құямыз. Кәне ас содасы молырақ салайық, иә? Ал енді Шарды бөтелке аузына кигізіп, оны не істейміз? шарды бөтелке аузына кигізіп, шардың үрілгенін көруге болады. Көруімізге болады. Осы шардың ішінде газ бөлінетінін байқай аламыз. Яғни қандай газ бөлінеді? Көмірқышқыл газы бөлінетінін байқай аламыз. газы бөлінеді. Қараңыздаршы, қандай еді біздің? Сондықтан ол үріледі. Ал кәне бастай қойып. Біздің бүгінгі зерттеу жұмысымыз ауаға күші мен кері итеруші күш қалай әсер етеді. Ол үшін бізге су толтырылған ыдыс пен көлемі 1/3 бөтелке қажет. Біз ең әуелі бөтелкелерімізді суға толтырамыз. Бірінші бөтелкені толықтай суға толтырамыз. Жоғарғы. Содан соң екінші бөтелкені аз ғана суға толтырамыз. Үшінші тәжірибе. Ал үшінші бөтелкені біз бос қоямыз. Енді біз осы бөтелкелерді суға батыруымыз керек. Бірінші бөтелкені, яғни су толық бөтелкені суға батырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, ол судың түбіне батып кетті. Енді екінші бөтелкені батырамыз. Ол суда жүзіп жүр. Енді үшінші бөтелкені батырамыз. Үшінші бөтелке судың бетіне қалқып шықты. Біз осыны қорыта келе, егер ауырлық күші архимед күшінен көп болатын болса, дене батады. Ал егер екі күште тең-бетең болатын болса, ол жүзеді. Ал егер ауырлық күші аз болатын болса, біздің денеміз судың бетіне қалқып шығады.